Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен осындай 5 минутта дайын болатын шоколадный паста дайындаймыз. Бұл пастамыз шынымен де 5 минутта дайын болады. Видеоны соңына дейін қарап, тіркелмеген болсаңыздар, каналға тіркеліп қойыңыздар. Бізге бар жоғы 4-5 ингредиент қажет: шекер, сармай, мына жерде менде сүт және какао. Өздеріңіздің қалауларыңызбен жаңғақтың дәнегін осылай үгітіп алып қоссаңыздар болады. Өте дәмді шығады. Ыңғайлы ыдысымызға сүтті құямыз. Оның үстіне шекер мен какаомызды салып, жақсылап венчикпен араластырып аламыз. Бұл шоколадный пастамызды кез келген тәттілердің бетіне жағуға жақсы келеді. Жақсы варианттардың бірі. Араластырып алдық. Енді отқа қоямыз. Орташа отта шекеріміз толықтай ерігенге дейін үнемі араластырып отырып, кішкене қайнағанша күтеміз. Шоколадный массамыз енді қайнап бастағанда оттан аламыз. Міне оттан алдық. Енді үстіне сармайды салып, тағы да араластырамыз. Өте оп-оңай дайын болады. Дүкеннің шоколадный пасталарынан қарағанда бұл үй жағдайында дайындалған, өте дәмді, өте жақсы болып шығады. Міне араластырып алдық. Біздің шоколадный пастамыз дайын. Дәл осы күйінше торттың бетіне жағуға болады, ганаждың орнына қолдануға болады. Мен бірақ бұлай қалдырмаймын. Енді мен үстіне осындай үгітілген жаңғақты қосамын. Ыстықтай қосып, осылай араластырып жіберемін. Жаңғақ қосылғаннан кейін дәмі бір ерекше бір әдемі болып шығады. Тура бұл нутелланың дәміне де ұқсас болып шығады. Енді өздеріңізге ыңғайлы ыдысқа құйып, тоңазытқышта сақтасаңыздар болады. Бұл шоколадный пастаны пончиктердің, панкейкидің, торттың, кез келген сондай выпечканың бетіне жағуға өте жақсы варианттардың бірі. Міне менің шоколадный пастам дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай дайын болады, әрі өте қолжетімді. Егер сіздер әлі де каналға тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Және жасап көріп, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Сіздермен бірге болған Гүлзира, баршаңызға рахмет.